Назар аударыңыздар. Бұл шағым сіздерге түсінікті болу үшін мен Armani айсбергін жасадым. А что, так можно было, что ли? Бірақ үш сөзінде ол әлде қайда сауатты сөйлейді. Фактілер нормальны, бумагамен көр. Бұл біздің схема. Фактілерден бастайық. Armani'дің жасы 25-те. Ол өзін инди-хоррор ойындармен танымал болған ютубер. Armani стрим жасап көрмеген. Armani азартқа реклама жасамайды. Тағы компанияларға реклама жасамайды. Өйткені ол популярный ютубер. Қазіргі таңда оның арнасында 200 мыңнан астам жазушы бар. Оның арнасында 1000-нан астам бейне бар. Оның арнасы 2015 жылдың 23 мамырында ашылған. Оның ең алғашқы видеосы Майнкрафт туралы. Қазіргі таңда ода бір ғана ютуб арна, екінші ютуб арна ашуға ойы жоқ. Armani'дің сүйікті анимесі Наруто. Оның ең көп просмотр жинаған видеосы 5 миллион 700 мың. Бүкіл видеоны қосқанда 65 миллион просмотрды құрайды. Armani аудармашы. Оның әрбір видеосынан байқасақ болады. Armani'дің ютубтағы жақын досы Нұрлан Қалам. Это просто охуенно. Нормально. Armani'ді қатты қорқытқан ойын FNAF 4. Өте қорқынышты кеттік, ал бастайық. Armani кей кездері өзінің подписчиктерімен әзілдесіп тұрады. Айнал сұраққа жауап. Динозавр пайда болған кезден бастап жасап келе жатырмын. Armani загадкаларды ұнатпайды, ал оның реакциясы. Armani қытайша түсінбейді. Armani'дің кейбір видеолары детский контент. Armani'де депрессия қылған ойын Cuphead. Armani онлайн ойындарға онша қызыға бермейді. Armani какой-то тягілер туралы видео жасап жатыр. Бумагамен көр. Armani Қарағанды қаласында тұрады. Armani бұрында арнасын орысша жүргізген. Armani Нұрлан Қаламның қазақша канал ашуына себеп болған ютубер. Armani Нұрлан Қаламмен шын өмірде кездеспеген. Armani'де қазіргі таңда күміс батырмасы бар. Бізге оны әлі видеосында көрсеткен жоқ. Оның бәрін қайықтан білдің дейтін болсаңдар, осы галочканың арқасында білуге болады күміс батырмасын алғанын. Осы видеоларында. Пистолет? Ой. Сен білдің ғой. Ойын 18 плюс деймін. Сосы, оп. Не? Сен қайда қарап жаттың дейді. Қарама дейді. Оу, ей дейді. Шық дейді. Не видишь, что это было? Не стыда. На керек болса. Видео өз соңына жетті ғой әзір дегенде Armani туралы айсберг қызықты болды деп ойлаймын. Арнаға жазуды үшін, лайк басуды, комментария жазуды үшін, колокольчикті басуды ұмытпаңдар үшін. Айтпақшы, Armani'дің де арнасын жазылып қойыңдар, ссылкасы описанияда.